Саламатсыздар ма? Есімім Спанкулов Маулен, кредит заңгерімін. Бүгінгі видеода мен сіздерге кредит төленбегенде коллекторлар не істей алады және коллекторларға кредитім қашан өтеді деген сұрақтарға жауап беретін боламын. Ал осы видеомызға көшпестен бұрын осы заңгерлік YouTube каналыма және Instagram парақшама тіркеліңіздер. Алдағы заңға байланысты пайдалы видеоларды жіберіп алмаңыздар. Бірінші сұрақ: коллекторларға кредитім қашан өтеді деген сұраққа жауап берейін. Сіздің кредиттеріңіз коллекторларға 3-4 ай төлей алмағанда өтеді. Былай айтқанда, коллекторлар проблемный борышкерлермен жұмыс жасайды. Сол үшін олар көбінесе заңгермін, сот орындаушымын деп, шоттарыңды арестке қоямын, туысқандарының шоттарын арестеймін, ата-аналарының үйлерін тартып аламын деп қорқытады. Алайда олай коллекторлар жасай алмайды. Кейін тағы олардың айтатыны, ол соттаймын, түрмеге отырасың дейді, балаларыңды детский приютқа алып кетем дейді. Оның барлығы жалған ақпараттар. Коллекторлар олай жасай алмайды. Сол үшін аса уайымдамаңыздар. Келесі сұрақ: коллекторлар заң бойынша не істей алады деген сұраққа жауап беріп кетейін. Қазақстан Республикасының коллекторлар туралы заңына сәйкес, коллекторлар заң бойынша сізге звондап хабарласа алады, сізбен кездесе алады, SMS және аудио жібере алады, сосын почтамен хабарлама немесе хаттар жібере алады. Бұл айтып кеткен іс-әрекеттерді коллекторлар тек қарыз адамға ғана жасай алады. Қарыз адамның туыстарына, достарына, жұмысына шығып хабарласып қарызы бар деп айтатын болса, ол коллекторлардың заңсыз іс-әрекеттері. Сіздің кредитіңіз коллекторлерге өтсе, осындай іс-әрекеттерді ғана коллекторлар жасай алады. Келесі сұрақ: коллекторлар маған күніне 10 реттен звондауы заңды ма? Қазақстан Республикасының коллекторлар туралы заңына сәйкес, коллекторлар тек жұмыс күні ғана сағат таңғы 8-ден кешкі сағат 9-ға дейін 3 реттен көп звондай алмайды. Егер де одан да көп звондай бастаса, олардың үстінен ұлттық банкке арыздануға құқығыңыз бар. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Видеом сіздерге ұнап жатса, осы YouTube каналыма және Instagram парақшама тіркеліңіздер. Алдағы пайдалы видеоларды жіберіп алмаңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.